Қайырлы күн, достар. Бүгін Тарих мектебі каналы сіздердің назарларыңызға Ұлы даланың 7 қыры мақаласын ұсынады. Ақорданың ресми сайтында 2018 жылы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың Ұлы даланың 7 қыры атты мақаласы жарияланғандығын хабарлады. Кеңістік барлық нәрсенің, ал ұзақ уақыт ол бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Ол жай ғана әдемі афоризм емес. Шын мәнінде барлық елдердің өзінің жылнамасында, өзінің төл тарихындағы ұлы жетістіктерімен мақтанады. Бұл орынды да. Сол сияқты ежелгі біздің Қазақстанның жерінде де жеке жұрнақтармен емес, тұтастай қалпында үлкен ғылым тұрғысынан қарағанда мәдениетіміз түсінікті болуға тиіс. Біздің оған қажетті дәйектеріміз де жеткілікті. Біріншіден, қосқан үлестері кейінірек сөз болатын бірлестіктердің дені қазіргі Қазақстан аумағында құрылып, қазақ ұлты этногенезінің негізгі элементтерін құрап отыр. Екіншіден, біз айтқалы отырған зор мәдени жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген жоқ. Керісінше, осы кең байтақ өлкеде пайда болып, содан кейін батыс пен шығысқа, күнге мен теріскейге таралды. Үшіншіден, кейінгі жылдары табылған тарихи жәдігерлер біздің бабаларымыздың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. Бірінші, атқа міну мәдениеті. Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне ұлы даладан тарағаны тарихтан белгілі. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі Ботай қонысында табылған қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Жылқының қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінің де негізін қалады. 5 қаруын асынған салт атты сарбаз, айбарлы көшпенділер империялары тарих сахнасына шыққан дәуірдің символына айналды. Біз әлемнің барлық түкпіріне ежелгі қазақ жерінен тараған осынау ұлы технологиялық революцияның жемісін адамзат баласы 19 ғасырға дейін пайдаланып келгенін ұмытуға тиіспіз. Атқа міну мәдениеті салт атты жауынгердің ықшам киім үлгісін дүниеге әкелді. Ат үстінде жүргенде ыңғайлы болу үшін бабаларымыз алғаш рет киімді үстіңгі және астыңғы деп бөлді. Бұл салт адамдардың ат құлағында ойнауына, ұрыс кезінде ерік қимылдауына мүмкіндік берді. Сарбаз бен оның мінген атын қорғауға арналған сауытты да алғаш рет біздің бабаларымыз жасаған. Отты қару пайда болып, жаппай қолданысқа енгенге дейін атты әскердің дамуы біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші мыңжылдық пен біздің дәуіріміздің 1-ші ғасыры арасында көшпенділердің ұзақ уақыт бойы бұрын-соңды болмаған жауынгерлік үстемдік орнатуын қамтамасыз еткен жасақтың ерекше түрлі айбарлы атты әскердің қалыптасуына ықпал етті. Ұлы даланың 2-ші қыры ежелгі металлургия. Металл өндірудің амал тәсілдерін табу тарихтың жаңа кезіне жол ашып, адамзат дамуының барысын түбегейлі өзгертті. Сан алуан металл кендеріне бай қазақ жері металлургия пайда болған алғашқы орталықтардың бірі. Ежелгі заманда Қазақстанның орталық, солтүстік және шығыс аймақтарында тау-кен өндірісінің ошақтары пайда болып, қола, мыс, мырыш, темір, күміс пен алтын қорытпалары алына бастады. Ата-бабаларымыз жаңа неғұрлым берік металдар өндірісін дамытып, олардың жедел технологиялық ілгерілеуіне жол ашты. Осының бәрі ежелгі замандарда біздің жеріміздегі дала өркениеті технологиялық тұрғыдан қаншалықты қарқынды дамығанын көрсетеді. 3-ші ұлы даланың қыры ол аң стилі. Біздің ата-бабаларымыз қоршаған ортамен өттене өмір сүріп, өздерін табиғат ажырамас бөлшегі санаған. Бұл басты тұрмыс қағидаты ұлы даланы мекендеген халықтардың дүниетанымы мен құндылықтарын қалыптастырды. Өз жазуы мен мифологиясы бар Қазақстанның ежелгі тұрғындарының озық мәдениеті
болды. Олардың мұрасының жарқын көрінісі, көркем болмысы мен рухани байлығының айшықты белгісі аң стилі өнері. Жалпы аң стилі феномені әлемдік өнердегі биік белестердің бірі саналады. Ұлы даланың төртінші қыры алтын адам. Біздің түп тамырымызда жаңа көзқараспен қарауға жол ашып, әлем үшін сенсациялық жаңалық 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған қазақстандық Тутанхамон деген атқа ие болған алтын адам. Бұл жауынгер талай тылсым құпияның бетін ашты. Дала халқы өз көсемдерін ұлықтап, оның мәртебесін күн секілді құдірет деңгейіне көтеріп асқақтаған. Қорымдағы сән салтанатты жасау жабдықтар ежелгі бабаларымыздың зияткерлік дәстүрлерінен де мол хабар береді. Жауынгердің жанынан табылған күміс кеселердің бірінде ойып жазылған таңбалары бар. Бұл орталық Азия аумағынан бұрын соңды табылған жазу атаулының ішіндегі ең көнесі. Ұлы даланың бесінші қыры түркі әлемінің бесігі. Түркі әлемінің бесігі қазақтардың және Еуразияның басқа да халықтарының тарихында Алтайдың алар орны ерекше. Бұл асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан жерінің тәжі ғана емес, күллі түркі әлемінің бесігі саналады. Біздің дәуіріміздің бірінші мыңжылдығында түркі дүниесі пайда болып, ұлы дала төсінде жаңа кезең басталды. Отырар қаласы әлемдік өркениеттің ұлы ойшылдарының бірі Әбу Насыр әл-Фарабиді дүниеге келсе, түркі халықтарының рухани көшбасшыларының бірі Қожа Ахмет Яссауи Түркістан қаласында өмір сүріп, ілім таратқан. Ұлы даланың алтыншы қыры Ұлы жібек жолы. Еліміздің географиялық тұрғыдан ұтымды, яғни Еуразия құрлығының кіндігінде орналасуы, ежелден әртүрлі мемлекеттер мен өркениеттер арасындағы транзиттік жолдың пайда болуының септігін тигізді. Біздің дәуірімізден бастап бұл құрлық жолдары үлкен Евразияның шығысы мен батысын, солтүстігі мен оңтүстігі арасындағы сауда және мәдениет саласындағы Ұлы жібек жолы жүйесіне айналды. Дала белдеуі Қытай, Үнді, Парсы, Жерорта теңізі, Таяу шығыс және славян өркениеттерін байланыстырды. Алғаш пайда болған сәттен бастап, Ұлы жібек жолы картасы негізінен түркі империяларының аумағын қамтыды. Орталық Евразияда түркілер үстемдік құрған кезеңде Ұлы жібек жолы гүлдену шегіне жетіп, халықаралық ауқымда экономиканы өркендетуге және мәдениетті дамытуға септігін тигізді. Ұлы даланың жетінші қыры алма мен қызғалдақтың отаны. Асқақ Алатаудың баурайы алма мен қызғалдақтың тарихи отаны екені ғылыми тұрғыда дәлелденген. Қарапайым, бірақ бүкіл әлем үшін өзіндік мән маңызы зор бұл өсімдіктер осы жерде бір жарып, жер жүзіне таралған. Қазақстан қазірде әлемдегі алма атаулының арғатасы Сиверс алмасының отаны саналады. Дәл осы тұқым ең көріп таралған жемісті әлемге тарту етті. Бәріміз білетін алма, біздегі алманың генетикалық бір түрі. Алғашқыда Іле Алатауы баурайынан Ұлы жібек жолының көне бағыты арқылы алғашқыда Жерорта теңізіне, кейіннен бүкіл әлемге таралған. Осы танымал жемістің терең тарихының символы ретінде еліміздің оңтүстігіндегі ең әсем қалалардың бірі Алматы деп аталды. Сонымен қатар, Қазақстан аумағындағы Шу-Іле тауларының етегінен әлі күнге дейін жергілікті өсімдіктер әлемнің жауһары саналатын регель қызғалдақтарының бастапқы күйінде кездестіруге болады. Бұл әсем өсімдіктер біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының етегі мен шөлейт даланың түйісер тұсында пайда болған. Қазақ топырағындағы осынау қарапайым, сондай-ақ ерекше гүлдер өз әдемілігімен көптеген халықтың жүрегін жаулап, біртіндеп бүкіл әлемге танылды. Бүгінде жер жүзінде қызғалдақтың 3000-нан астам түрі бар. Олардың басым көпшілігі біздің қазақ дала қызғалдағының ұрпағы. Қазір Қазақстанда қызғалдақтан 35 түрі өседі.
Егер сіздерге мәлімет қызық болған болса, астына лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.